Сәлем достар, Дарикук каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен творожный чизкейктің оригинал рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Егер каналға тіркелмесеңіз, каналды қолдап тіркеліп кетіңіз. Бұл оригинал рецепт тегін мастер-класс десем де болады. Дәмі өте керемет болып шықты, нәзік, сондай сүзбелі пирог. Барлық керек ингредиенттер осы видеоның астында болады. Ең алдымен біз ұнға қопсытқышты қосып, үстіне тоңазытқыштан алынған қаттылау сары майды қосамыз. Оны енді осылай ұнға араластырып, крошка жасап алуымыз керек. Ол үшін қолымызбен осылай ұн мен майды бір-біріне үгеміз. Май жұмсақ болмауы керек, тоңазытқыштан алып қосу керек болады. Міне бізде осындай крошка шықты. Енді бөлек ыдысқа қант, ванильді қант, бір жұмыртқаны алып, жақсылап үшеуін араластырамыз. Аздап қант ерігенше араластыру керек. Міне осылай аздап қантымыз еріді. Енді оны біздің крошкамызға осылай құямыз. Енді жақсылап араластырамыз. Барлық ингредиент бірігу керек. Біз жұмсақ қамыр илеуіміз қажет. Қолымыздың көмегімен барлығын біріктіреміз. Аздап ұн сеуіп жіберсеңіздер болады. Сол кезде қолға жабыспайды. Міне бізде осындай қамыр шықты. Енді оны целлофан мешокқа салып, 40 минутқа холодильникке қойып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге творог, яғни сүзбе керек болады. Оның үстіне қаймақ қосамыз. Енді оған жұмыртқаны жарып, қант қосамыз. Енді ванильді қантты қосып, осының барлығын блендермен жақсылап езіп шығу керек. Егер блендер болмаса, венчиктің немесе вилканың көмегімен езіп шықсаңыздар болады. Осылай жақсылап, біркелкі болып шыққанша осылай жақсылап еземіз. Міне достар, осылай болып шығу керек. Енді пергамент төсеген формаға қамырды алып, осылай екіге бөлемін. Біреуін аздап кішілеу қыламын. Енді үлкен бөлігін осылай форманың астына қолымызбен осылай басып жайып шығамын. Болмаса, оқтаудың көмегімен де жайып төсесеңіздер болады. Енді қалған қамырдан осылай бортиктерін жасаймыз. Достар, егер сіздер 4 бұрышты 30-40 противеньне пісіретін болсаңыздар, порцияны ровно 2-ге көбейтіп жасаңыздар. – бортиктерін жасап шықтым. Енді осының үстіне
біз салманы құямыз. Үстіне кез келген жидегіңізді салсаңыз болады, немесе еш нәрсе салмай осылай қалдырсаңыздар да болады. Мен бүгін құлпынай салдым. Пирогты 160 градусқа 35-40 минут пісіріп аламыз. Достар, пирог пісіп шықты. Міне сіркігенде осылай қимылдап тұрғаны дұрыс. Ол суып қатқан кезде өз қалпына келеді. Міне суды суыған соң тоңазытқышқа қойсаңыздар да болады. Енді пирогты қалыптан шығарып сіздерге кесіп көрсетейін. Міне осылай болып шықты. Дәмі өте керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал егер видео ұнаса, тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.